жаратқан тәңір иеміз біздің, бүкіл дүниеде әйгілі өзіңнің, сондай айбынды да даңқтесімің. Сенің қолыңнан шыққан аспаныңа, өзің орнатқан ай мен жұлдыздарға назар аударған әрбір уақытымда мынандай сұрақтар туады ойымда. Өзің ескеретіндей адам сонша кім? Сен қамқорлайтындай адам баласы кім? Оны көктегілерден сәл төмен қойдың, құрмет салтанат оған тәжде сыйладың. Сен адам баласын белеуші еттің, қолыңнан шыққан бар жаратылысқа бәрін де оған бағындырып бердің. Бүкіл ірілі ұсақты малдарды да, даладағы жабайы аңдарды да, самсаған құс пен судағы балықтар, теңіз ағыстарымен жүзгендерді табыстадың сен оның қол астына. Жаратқан тәңір иеміз біздің, бүкіл дүниеде әйгілі өзіңнің, сондай айбынды да даңқтесімің. Жаратқан шын жүректен сені мадақтаймын, жасаған кереметтеріңнің бәрін жариялаймын. Рас жаратқан мәңгі билік жүргізеді, ол өз тағын орнатып төрелік етеді. Еміз адамзатқа әділ үкім айтады, халықтарға ақиқат шешім шығарады. Қаналғандарға жаратқан пана болады, қиын жағдайда зәулім қорған боп тұрады. Сен үшін бетінде саған сенім артады, ием тастап кетпейсің өзіңе сиынғанды. Сионда тұратын жаратқанға ән шыққандар, оның ғажап істерін бар оттарға айтыңдар. Төгілген қанды ұмытпайтын ол ескереді, жәбір шеккеннің айқайына құлағын тіреді. Жаратқан тәңір иеміз біздің, бүкіл дүниеде әйгілі өзіңнің, сондай айбынды да даңқтесімің. Жаратқан тәңір иеміз біздің, бүкіл дүниеде әйгілі өзіңнің, сондай айбынды да даңқтесімің. Жаратқан тәңір иеміз біздің, бүкіл дүниеде әйгілі өзіңнің, сондай айбынды да даңқтесімің. Жаратқан шын жүректе сені мадақтаймын, жасаған кереметтеріңнің бәрін жариялаймын. Рас жаратқан мәңгі билік жүргізеді, ол өз тағын орнатып төрелік етеді. Еміз адамзатқа әділ үкім айтады, халықтарға ақиқат шешім шығарады. Қаналғандарға жаратқан пана болады, қиын жағдайда зәулім